Өмірге деген мотивацияның жоқтығы, өзгеге көңілің толмай, көптеген іштегі реніштердер, арман мақсаттарының болмауы. Сәлем достар, сіздермен бірге Жанерке. Бүгінгі менің кітап кеңес айдарында сіздерге тағы да сіздердің өмірлеріңізді жарқын бейне беретін кітаппен бөліскелі отырмын. Бұл кітаптың авторы Ник Вуйчич 1982 жылы Австралияда дүниеге келген. Бірақ өкінішке орай дүниеге келе салысымен қарапайым адамдар секілді дүниеге келмеген. Себебі оның аяғы не қолы да болмаған. Бірақ бұған қарамастан Ник көптеген адамдарға мотивация беріп, қандай қиындық берілсе де, сол қиындыққа төтеп беріп, мүмкіндігі шектеулі жандар үшін мотивация болып отыр. Бүкіл әлемдік оратор минутына 40 сөз жаза алады, серфингпен, гольфпен және тағы да басқа қарапайым адамдар мүмкіндігі жеткен нәрселердің барлығын жасау арқылы өзінің оқырмандарын қазір мотивация беруде. Бұл кісінің де кітаптары бар. Соның мен оқыған кітабы бұл осы кітап «Жизнь без границ», яғни қазақша өмірде шектеу жоқ. Шынымен бұл кітапты оқи отыра өмірде мүлдем шектеу жоқтығына көзіңіз жетеді. Себебі бұл кітаптың мазмұнының ең алғашқы беттерінде Ник Вуйчичтің қалай дүниеге келіп, бұған ата-анасының қандай қиындықтарға тап болып, сол арқылы өзінің өмірден алған ой түйіндерімен кітаптың желісін құрған. Өзінің өміріндегі болған оқиғаны алып, және содан шығатын өмірлік кеңестерді біріктіре отырып адамға сенім береді. Және осы кітапта оқи отырып, өмірдегі қандай проблема болатын болса, соған байланысты басымда мен шектеп жүрген нәрселердің ешқандай да адам үшін шектеусіз, яғни мүмкіндік жоқ емес, әрқашанда бар екеніне көзім анық жетті. Бұл кітаптағы ең басты ерекшелік бұл Никтің өзінің діні, христиан дініндегі Иисус, яғни өзінің құдайына өте беріктігі. Сол секілді бұл өмірде бізді жаратқан Аллаға сеніп, және ол бізге берген мүмкіндіктердің барлығын пайдалана отырып, осы өмірдегі жолымызды табуға көбіне негізгі мақсаты сол осы кітаптың. Вуйчич 2012 жылы өзінің жарын тапқан, қазіргі таңда Америкада өмір сүреді. Қаншама жерден шектеулі көрінгенімен ол өмірде өте шектеусіз жан. Осыған қарап, біз өмірде қандай нәрсе болмасын, біздің өміріміздегі проблемалардың шешімі жоқ болып көрінгенімен, әрқашанда шешімі бар екеніне көзіңізді жеткізіп, өмірге деген көзқарасыңызды өзгертесіз. Осындай сізге мотивация мен көзіңізге жалын беретін кітапты іздесеңіз, осы кітапты оқуға әрине де кеңес беремін. Және Ник көптеген әлемге саяхат жасағанды жақсы көреді. Себебі сол арқылы адамдарға мотивация беріп, сол арқылы өзінің көкжиегін дамытқанды жақсы көреді. Бұл кітаптағы негізгі тақырыптарды атап өтсем: ни рук, ни ног, ни ограничения. С полной уверенностью в сердце. Безгранично любите несовершенного себя. Отношения – это главное. Без руки, но не бессильны. Деген сияқты осындай өте өмірдегі актуалды тақырыптарды қозғай отыра сізге өмірге көптеген шабыт береді. Сол себепті осы секілді қандай мотивацияға толы кітаптар оқыдыңыздар, маған комментарийға бөлісіңіздер. Шынымен де маған қызық. Мүмкін мен білмейтін тағы кітаптар бар шығар деген секілді. Видеода сіздермен бөлісетінім осы, және осы видеолардың барлығында қарап шығыңыздар, себебі мен тек қана бір ғана кітаппен емес, бірнеше кітаппен бөліскенмін. Сау болыңыздар.